Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осы видеомда дәл осы узорлы тақияны тоқуды үйретемін. Ең басты талап, бұл жерде сіз крючокпен тоқуды білу керексіз, және столбик деген не, оны қалай тоқитын білу керексіз. Егер де сіз білмейтін болсаңыз, менің каналымда жаңадан бастап келе жатырған қыз-келіншектерге арналған видео сабағым бар, соны қарасаңыз болады. Ол видеоны сіз плейлистке өтесіз және тоқыма сабақтары деген папканың ішінен табасыз. Екінші талап, сізге нөмірі 1,5 крючок керек және тақия тоқуға арналған, составы 100% мақтадан жасалған жіп керек. Мерсеризованный хлопок деп айтады, қазақша мерсерленген хлопок деп, мерсерленген мақта деп айтады. Болды, осы заттар болса, тақияны тоқуға кіріссеңіз болады. Осылай жіптің басын алып, мен видеода көрсеткендей узелок жасайсыздар байлап. Осындай дөңгелек шығады ғой, соны кері жағына айналдырып, осы дөңгелектің ішіне инемізді салып, жұмыс жасайтын жіпті шығарып аламыз. Сосын 3 воздушный петляны тоқимыз. Осының ішіне 3 воздушный петляны тоқимыз. Осы тесіктің ішіне 12 столбик с одним накидом тоқимыз. Последний столбик тоқыдым. Енді жіпті тартып жібересіздер де, мына жерде 3-ші мына воздушный петля бар ғой, соның ішіне инені салып, жіпті тартып шығарып аламыз. Сонда соединительный петляны жасаймыз. Енді келесі екінші ряд, тоже 3 воздушный петля тоқимыз. Сосын каждый столбиктің үстіне 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Міне мына жерде тұрған тесікте мен 2 столбик тоқыдым. Енді келесі столбиктің үстіне 2 столбик с накидом тоқимыз. Міне біріншісі, и дәл сол жерге екіншісін тоқыдым. Каждыйына 2-2-ден тоқып шығамыз. Сонда бізде осы екінші рядта 24 столбик с накидом шығу керек. Бірінші рядта 12 столбик болды, оның үстіне 2-2-ден тоққанда, 12-ні 2-ге көбейткенде 24 столбик болып шығады. Biz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Осымен екінші ряд аяқталды. Мынағы тоққан үшінші воздушный петляға соединять етеміз. Енді үшінші рядта то же самое 3 воздушный петля. И бұл жерде бірінші столбикте бір столбик, ал келесі столбиктің үстіне 2 столбик с накидын тоқимыз. Чередовать етеміз. 1, 2, 1, 2 деп. Міне 2 тоқыдым, келесінен 1 тоқим. Келесіне 2 тоқим. Біріншісі, дәл сол жерге екіншісі. Келесі столбиктің үстіне 1 тоқим. Осылай 1, 2, 1, 2-ден тоқып шығасыздар. Енді келесі 4-ші ряд основной узорымызға көшеміз. Бірінші 3 воздушный петля тоқимыз. И сол жерге, тискінің арасына тағы да 3 столбик с накидын тоқимыз. Екіншісі 3, 4. Общий 4 столбик с накидом болады. И 1 воздушный петля тоқимыз да. 1 столбикті пропускать етеміз. И келесінің үстіне 1 столбик с накидом тоқимыз. Дырочка пайда болады сонда. Тағы да 1 воздушный петля. 1-ін пропускать етеміз. Келесіне столбик с накидом тоқимыз. Тағы да 1 воздушный петля тоқимыз да. Тағы да 1 столбикті пропускать етеміз. И келесіне 4 столбик с накидом тоқимыз. Бір столбикке 4 столбик с накидом тоқыдық. И то же самое узорды қайталаймыз. 1 воздушный петля, 1-ін пропускать етеміз. Екіншісіне столбик. Тағы да воздушный петля, келесін пропускать етіп, екіншісіне столбик и тағы воздушный петля и 1-ін пропускать етеміз. Келесіне уже 4 столбик с накидом. Осы узорды осы рядтың аяғына дейін өз бетіңізше тоқып көріңіз. 1 столбиктің үстіне 4 столбик, кейін воздушная петля, одан кейін 1 столбик, одан кейін тағы 1 воздушная петля, одан кейін 1 столбик, одан кейін воздушная петля, и соңында 1 столбиктің үстіне 4 столбик тоқисыздар. Егер видео түсініксіз болса, кері айналдырып, мұқият қарап, тағы бір тоқып көріңіз.
осы қатардың соңында бір столбик накидым, бір воздушный петля, и мана ең басында тоқыған 3 воздушный петляның үшіншісіне инемізді салып, осы қатардағы жұмыс жасап тұрған жіпті біріктіреміз. Келесі қатар, әр қатардың басында 3 воздушный петля тоқимыз. Енді осы столбиктің үстіне 2 столбик тоқимыз. Біздің мына бастапқы узорымыздың екі жағына прибавление жасаймыз. Екі жағынан 2 столбиктен тоқимыз, ал ортасы 1 столбиктен қала береді. Айырмашылық осы екі жағынан прибавление жасай береміз де, ал қалған воздушный петля және 1 столбиктің үстіне 1 столбик, 1 воздушный петляның үстіне 1 воздушный тоқып, ешқандай өзгеріссіз тоқи береміз. Ал мына жерде 4 столбиктің екі жағынан прибавление жасаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай 2 рет тоқыдым, ортасына еш өзгеріссіз бір-бірден тоқып шығам, и соңғысына 2-ден тоқим. Вот осылай екі жағынан прибавление жасаймыз, ал қалғандарын ешқандай өзгеріссіз дәл сол қалпымен тек үстіне қатармен тоқи береміз. Каждый ряд сайын, каждый қатар сайын екі жағынан прибавление жасап тұрамыз. Сонда біздің тақиямыз жайылады. Прибавление жасаған сайын ол үлкейе береді. Міне мен 12 ряд прибавление жасап тоқыдым. Енді келесі жолды тоқим. Бұл жерде біз 3 воздушный петляны көтереміз. Және келесі столбиктерге бір столбиктен тоқып шығамыз. Общий бізде 4 столбик шығу керек. 2, 3, 4. Енді 2 воздушный петля тоқимыз да 2 столбикті пропускаем. 2 воздушный петля тоқимыз, 2-ін тоқымаймыз. Келесі үшіншісіне басындағыдай 4 столбик тоқып шығамыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі и төртіншісі. Солай 2 столбиктің үстіне 2 воздушный кетеді. Қалғандарына 4 столбиктен тоқимыз. Міне 2 воздушный тоқыдым, 2 столбикті пропускаю, и келесісіне 4 столбик с накидом тоқып шығам. Осы қатардың аяғына дейін дәл осы узорды тоқисыздар. Ешқандай өзгеріссіз. Бұл жерде енді ешқандай прибавление жасамаймыз, потому что донышкасын біз тақияның төбесін жасап алдық. Енді әрі қарай тек тіке бір узормен кетеміз. Мына жерде 2 воздушный тоқыдым, и бұл жерде дырочка бар. Сол жерді, как обычно, тоқисыздар. Столбиктің үстіне столбик. Егер де ол жерде столбик жоқ, тек қана воздушный петля болса, онда мына сіздің инеңізді сол воздушный петляға емес, осы дырочканың ішіне саласыздар. Осы дырочканың ішінен өткізіп, соның үстіне бір столбик тоқисыздар.
видеода көрсетілгендей. Осылай бір столбик тоқисыздар. Міне мына біздің узордың үшіншісі. Қазір төртіншісін тоқимын. Міне воздушный үстіне емес, сол дырочканың ішіне саламыз. Міне 4 столбик шықты. Енді 2 воздушный тоқимын. Әрі қарай 2 столбикті тоқмаймыз да келесінен бастап тоқимыз. Осы қатардың соңына дейін өз бетімізбен тоқимыз. Мені 13-ші рядты тоқып бітірдім. 4 столбик с накидом, 2 воздушный петля, 4 столбик с накидом, 2 воздушный петля, солай до конца тоқып шықтым. И мына араларында 2 столбикті пропускать еттім, потому что үстінде 2 мені воздушный петля тұр. Енді соңына келдім, мені біріншісі. Алдында камера тұрса ыңғайсыз екен кішкене. Так. Екінші столбик. Үшінші столбик. Төртінші столбик. Мынандай жағдайлар болып қалады бар ғой. Мына жерде бір воздушный петля тұр, бірақ оның үстіне мен 2 воздушный петля тоқып жіберем. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мына жерде соединительный петля жасаймыз, столбик. Мына үшінші неге. Воздушный петляның ішіне соединять етеміз осы рядты. Сонда 13-ші жол бітті. Мына жерде мынандай узор шығып тұр, но тақияның арты екені көрініп тұрады. Енді келесі 14-ші рядты тоқу үшін осылай жасаймыз. Так, мына жерде бізде 4 столбик с накидом. Енді ортасына қалдырамыз дырочканы, как көрсетем. 3 столбик с накидом тоқимыз. Бұл бізде мынаның үстінде тұратын столбик. Енді 2 воздушный петля тоқимыз да. Мына екеуін пропускать етеміз. Мына төртіншісіне столбик с накидом тоқимыз. Мына 2 воздушный петляның үстіне 2 столбик с накидом тоқимыз. Ал мына төртіншісін мынаның үстіне тоқимыз. Тиме болмайды. Бар, болмайды. Нельзя. Сонда міне, наоборот уже мына жерде дырка болды, енді дырканы мына жерге жасаймыз. Та бір көрсетіп жіберем. Міне бізде алдыңғы рядтың үстінде міне біріншісінде бір столбик тұр, мына 2-3-ке просто воздушный петля тоқып жібереміз. Төртіншісіне столбик с накидом тоқимыз. Мынаның ішіне 2 столбик с накидом тоқимыз. Төртіншісін келесі неге тоқимыз. Мені осылай кете бересіздер. Түсінікті болды ма? Бір, 2, 3, төртіншісін то же самое мынаның үстіне тоқимыз. Сонда осындай узор шығады. 2 воздушный петля, мына екеуін пропускаем. Төртіншісіне бірінші столбик с накидом тоқимыз. Мына тесіктің ішіне екеуін тоқып жатырмын. Төртіншісін мынаның үстіне тоқимыз. Міне осылай кете береді. Соңына дейін самостоятельно тоқып көрейік өзіміз. Сосын соңғы жағына келгенде қайтып видеоға оралам.
Міне 14-ші рядтың соңғы жағына келдім. Мынау мана біздің бірінші неміз, столбигіміз. 3 воздушный петля. Енді мына жерде 2 воздушный петля тоқыдым, екеуін пропускать етем. И қалған мына 4-шісіне тоқимын. И мынаның ішіне 2 столбик тоқимын. Міне 1, 2, 3, 4-ші столбик мынау болады. Енді соединять еткенде қараймыз мына жерде 1, 2 ол деген мына 2 столбиктің үстінде роль атқарып тұрған воздушный петля. Біз соединительный петляны мынаған жасаймыз. Осының ішіне соединить етеміз. Вот сонда осындай оқшады. Енді келесі 15-ші ряд. То же самый. Мынаның үстінде тұрған бір столбик, и мына тесіктің ішіне 2 столбик тоқимыз. Мына келесі неге бірінші столбикке біздің 4-ші столбигімізді тоқимыз. 2 воздушный петля. И манағы 14-ші рядта қалай жасадық? Дәл солай жасаймыз. Олда осылай. Дәл осы узорды бірінші қатардан бастап санағанда 12 ряд тоқимыз. 12-ші рядқа дейін өз бетімізбен тоқимыз да, сол 12-ші рядта сіздермен видеода кездесеміз. Мынау менің екінші тақиям. Бұл жерде мен 11 ряд тоқыдым, бірақ сіздер 12 ряд тоқисыздар. Енді біз қазір 13-ші рядты тоқимыз. Енді бұл қатарда біз бірінші воздушный петля тоқыламыз. 1 воздушный петля. И каждый столбиктің үстіне столбик без накида тоқып шығамыз. Бұл бізде тақияның уже асты жағы. Андай жинақ болып тұру үшін барлық столбиктің үстіне столбик без накида тоқып шығамыз. Ал мына жерде 2 воздушный петляның үстіне, сол мана дырочканың ішіне 2 столбик без накида тоқып шығамыз, потому что ол жерде 2 воздушный петля тұр. Сол үшін біз 2 столбик без накида тоқимыз. Осылай каждый столбиктің үстіне бір-бірден тоқимыз, ешқандай прибавление, убавление керек емес. Осылай 4 столбиктің үстіне 4-еуін, 2 воздушныйдың үстіне 2-еуін, ешқандай өзгеріссіз осы рядтың аяғына дейін өзіміз тоқимыз. Енді осы қатардың соңында соединительный петля жасаймыз. Ол үшін ең бірінші тоқыған воздушный петляның ішіне инемізді салып, жібімізді шығарып, осы қатарды біріктіреміз. Ең бірінші тоқыған воздушный, екіншісі уже столбик. Сол воздушныйдың ішіне инемізді саламыз. Осылай бір қатар бітеді. Енді дәл осындай етіп біз 4-еуін тоқу керекпіз. Біріншісін тоқыдық, енді бізде 3 қатар қалды. Бұл жерде де ешқандай өзгеріссіз. Әрбір столбиктің үстіне бір столбиктен тоқып шығасыздар. Сонда тақияның асты жағы кішкене жинақы болып тұрады. Дәл осылай 4 ряд тоқимыз да, ең соңында соединительный петляны мен көрсеткенде жасаймыз. Мен тақияны соңына дейін бітірдім. Уже заказ берген өзінің иесіне кетті. Ол жағын бірақ видеоға түсіріп мен үлгермедім. Бірақ тақияның узоры дәл осындай болып шығады. Негізі әр тақияның астына осылай 3, 4, 5 столбик тоқып тұрамын. Арасында себебі ол тақияны кішкене жинақы етіп көрсетеді. Сіздер де осылай тоқып, әдемі упаковкасымен тапсырыс қабылдасаңыздар да болады. Ал мен инстаграмда өзім тоқыған дүниелерім суретін салып тұрам, және арасында тапсырыс қабылдаймын. Сіздер кіріп тіркелсеңіздер болады, және менің осы YouTube каналымды қолдап
тіркеліп және оны достарыңызға көрсетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.